Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін королевский торт дайындайтын боламыз. Достар, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Бізге керекті 6 жұмыртқа, оны жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне 1 стакан қант қосамыз. Онда жақсылап араластырып, үстіне 1 ас қасық қосқыш қосамыз. Қамырымыз 2 есе ұлғайды. Оны 3 бөлікке бөліп шығамыз. Бірінші бөлігімізге 1 шай кесе ұн қосамыз. Оны електен өткізіп аламыз. Жайлап араластырамыз. Үстіне 2 ас қасық мақ қосамыз. Онда жайлап араластырып аламыз. Енді табамызға сары май жағып, үстіне қамырымызды құямыз. 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Енді екінші бөлігін дайындаймыз. Бізге керекті жарты шай кесе ұн қосамыз, 2 ас қасық какао қосамыз. Екеуін жақсылап електен өткізіп аламыз. Оны ары қарай жайлап араластырып аламыз. Онда табамызға май жағып, үстіне құямыз. 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Енді үшінші қамырымызды дайындаймыз. Бізге тек қана керекті 1 шай кесе ұн қосамыз. Онда жайлап араластырып аламыз. Табамызға сары май жағып, оны да 15 минутқа пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Бізге керекті сары май. Сары майымыздың үстіне клейге қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Міне креміміз дайын болды. Енді барлығына осылай жағып шығамыз. Ары қарай өз қалауымызша әрлейміз. Мендегі ұнтақталған шоколад пен ұнтақталған жаңғақ. Достар, өте дәмді болып шығады. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Толық рецепті төменде қалдырып кетемін. Баршаңызға көп рахмет.